Наурыз інім деген хат алмасу бар. 14 желтоқсан 2025 жылдан басталады. Сол кезде сізге аудио хабарлама жіберген. Bunu bu telefonu bundan saklayatkan Aleyhisselam der. жаңа телефон қайттан қарасам болады, парольдарды кішкене тағы. Сізге Наурыздың ұялы телефонына 14 желтоқсан 2025 жылы Наурыз қайдасыздар, уайымдап отырмыз ғой дегенде, сәлем бердік, шаруамыз бітпей жатыр, апа ауырып отырмын, бармайын дейді, үйленетін қыз жақта айқай шығарып жатыр, алмасаң сотқа береміз деп реттеп алайыншы бірінші. Апа тәуір болып, өз-өзіне келгесін қайта барамыз, қазір жүре алмай тұр, тәте өзі рұқсат берді маған, сатта үйленіп ал деп, өзім білдеп отыр ғой, өздері жынданып отыр маған, құрсыншы білмеймін, мал деп өлдіңдер ма, үйленейін деп жатырмын, ешкімнің шаруасы болмасыншы. Өз отбасымды өзім қараймын, ешкімге есеп бермеймін, бәріне өсек керек деп Наурыздың телефонынан. Сіз бе жазған? Иә, қылмысын бар. Бұл бешанды. Бұл телефон қайтып шығып тұр. Жоқ, енді бұл сізге 21 желтоқсанда жазған 2025 жылы. Сәлем бердік, иә алыншы, бірақ арықтау бәрі, азымыз кредиттер бар еді, жалмай жатқан, сосын тәте сатты деді ғой. Біз өзіміз проблемамызды шеше алмай жатырмыз, әйелім жақпен деп кіргізбеймін, ауылға деп қырсығып, қолымда тұрам, ағайынға масқаралама деп сөйлеспей отыр. Әйелім намазға нет, оны хабис деп отыр ғой, давлениесі судан көтеріліп, қайта-қайта жүре алмай тұр. Мен қазір өз шаруаларымда жүрмін. Бірнеше аудио хабарлама жүргізген, 27 желтоқсанда сіз не дүрліктіріп жатырсыз, арыз жазып, проблема аздай, өзімізде пайдаларым тимесе де зияндарымды тигізбеңдерші. Босқа көмектесе алмайсыңдар, мысқылдап күлесіздер. Пайдаларымнан зияндарым көп екен. Өз ата-анама өзім жауап берем. Шаруаларыңыз болмасын, жарар, үйленіп алдым. Тыныш өмір сүргізбейтіндер жан-жақтан. Банкте бір іздейді, полиция бір іздейді, дұшпан екенсіздер деп жазған. Содан кейін 30 желтоқсан, 1 қаңтар, 2 қаңтар, 5 қаңтар, 6 қаңтардағы соңғы рет 6 қаңтардағы хабарлама доставлені болмаған. Сол кезде өшіп жатыңыз ба телефонды? Иә, 6 қаңтарда соңғы рет қосымша жазған хабарламаларды өзіңіз екенін жазасыз ба? Иә, көрейінші аңқы. Иә, берем қазір. Телефонды бана шотта қарадыңыз ба? 7 минут қосып Сіз басқаша көрсеткенсіз, яғни осы марқұмдардың сізге айтқан сөздерінің салдарынан сіздің ашуыңызға тиіп, сіздің отбасыңызға айтқан сөздер намысыңызға тиіп, өзінің жүрегіңізге сақтап, сол себептен қылмыс жасадым деп. Енді осы жерде нақтылайық. Сіз қылмыс жасау себебі қандай? Кек алу ма? Егер де одан бір балдар болса, балдардың болашақ үшін 4 адамды өлтіру сіз қалай түсіндіресіз? Бұл кездейсоқ жай қылмыс емес, жылдар бойы жиналған ашу мен кектің қорытындысы. Яғни менің бұрынғы кек өшпенділігім барын жоққа шығармайын болды. Бірақ соны ұшып тұратын мен барынша шығарып жүрдім. Менде бірден соларға кектен, мысалы, ішімдегі енді сыртыма шығарып дейтін болсам 2022 жылға жасар едім қылмысты. Бірақ мен барынша шығарып жүрдім. Бірақ ішімде сақтадым, ештеңе істеген жоқпын, қарсыда сөйлеген жоқпын. Айтқандарына көңілім жарай. Мүмкін олар күнде дұрыс шығар деп. Бірақ енді адам ішіне жинап келген күш, бір күні оны қозғайтын күш болады екен бәрібір. Ең соңында сол Жангелдинге ең бірінші қылмыс Мұхаммед Наурызда өзі бастап шақырып, өзі сол неге бастап провокация жасап, сөйлеп, яғни қылғындырып, не істегеннен кейін абайсызда болған, өз-өзіңді қорғау мақсатында болған қылмыс солай болды. Екінші Жангелдиндегі қылмыс, мен оғанда қылмыс жасайын деп барған жоқ. 3 жасар қызым болды, қарусыз бардым, әйелімді алып бардым. Мүмкін әйелімнің сот процестеріне жаңа қамқоршылық тағайындау жайында сөйлесейін деп бардым. Сол кезде де енді өшпенділігім бұрыннан болды. Сол кезде темірді қызған кезінде солып, сондай бір қозғаушы күшін қозға жіберді сол кезде. Мен ол кезде де айттым ғой, тергеудегі показада. Олар қанша сөйлесе де, ең алғашқы өлтірем деп оқталған күні өзінде де мен батылым жетпеді, қанша деген 2 адамды. Одан кейін барып тергеуде показада айттым. Тупы отырып тыңдадым әңгімелерін. Иә, айтыңдар, қазір алып келем, балдарды да, қызыңда осында қалады, мен кетейін жақсы дегенде де олар тоқтатқан жоқ, ар намысыма тиюін,
сөйлеуін соңына дейін олар адамды тапит етіп до конца істеп тастауға тырысты. Сондықтан менің мүмкін жайдан мен қарап кісіге қасақана жасауына да даже зиян келтірмес едім екен. Сондай бір ашу мен кекпен ішім толып тұрған еді не істеп до конца не істеп тастады ғой. Онда сіздің араласып кетті, яғни бұрынғы кекпен балаларымды сақтап қалу деген мақсат екеуі бірікті де ішінен жарылып кетті, болды. Өз-өзімді білмей алдым. Мен соған дейін білетін шығармын немді қылмыс жасап жатқанда, яғни есімді жоғалтып алдым шыны керек. Сіздің жауабыңызға сәйкес сонда түпкілікті кекпен өш алу деп түсіну дұрыс па? Жайдан жай өш алу емес, соны тұтандырып тұр ғой. Мен жайдан жай барып сөйлеспей-ақ барып өлтіре салған жоқ қой. Үйіне барып қыздарын әкеліп жас ниетпен барып тұрғанда сол кезде ар-намысымды аяққа таптап үйімнен қуып әйелімді тартып алып қалған балдарды аламыз деп енді сондай дәрежеде ушықтырады.